Отандық әншілердің жаңа жылдық кеште өнер көрсету құны қанша тұрады? Бұл күндері жаңа жыл мерекесі қызу дайындық жүріп жатыр. Ұйымдар ұжымдық кештер өткізу үшін мейрамхана іздеп, өнер көрсететін әншілер тізімін жасауда. Осы орайда Ел-Кз ақпарат агенттігінің тілшісі қазақстандық жұлдыздардың мерекелік кештерге өнер көрсетуі қанша тұратынын бағамдап көрді. Біз бүгінгі тізімге әртүрлі жас деңгейдегі әншілерді қостық. Олардың арасында халық әртісі және жақында ғана жарқ еткен жастар да бар. Роза Рымбаеваны білмейтін қазақ жоқ. Оны еліміздің алтын дауысы деп бекер айтпаса керек. Әнші Қазақстанда ғана емес, ТМД елдерінің танымал бағдарламаларына да жиі шақырылады. Ал Роза Қуанышқызының кеште өнер көрсетуі шамамен $10.000, яғни 4,6 миллион теңге тұрады. Егер сіз басқа қалаға шақыртамын десеңіз, онда ұшақ билеттері, қонақ үй мен трансфер шығыны қосасыз. Мирас Жүгінісов жас әншінің туындылары көпшіліктің жүргенімен ойып тұрып орын алғанын мойындау керек. Мирастың Зымыран, Роман, Шыда секілді хиттері жанды дауыста тыңдағыңыз келсе, онда 4,7 миллион теңге дейді. Дайындап қойыңыз. Тойлардың басты жұлдызы Қайрат Нұртастың да сұрайтыны $10.000 екен. Басқа қалаға баратын болса, шығыны тағы қосылады. Танымал рэп орындаушы продюсер Джанни Халиб шетелде де сұранысқа ие әншілердің бірі. Созвездение ангела, Лейла Медина хиттерінің орындаушысы. Кешке шақырамын десеңіз $60.000 дайындап қойыңыз. Бұл дегеніміз 27-де 4 миллион теңге. Ал Төреғали Төрәлі жаңа жылдық кеште 4,5 миллион теңгеге өнер көрсетеді. Қонақ үй әуе билеттері бөлек төленеді. Ол сахнаға 2 рет шығып 8 ән орындайды. Айқын Төлепберген іс-шараларда 2 миллион теңгеге ән айтады. Рейдердің шығыны бөлек есептеледі. Жақында ғана ана атанған Ерке Есмахан да мерекелік кештерге өнер көрсетуге дайын. Еркені кештен көргіңіз келсе, онда 4 миллион теңге беру керек болады. Ал жастар арасында танымал Ирина Қайратовнаны кешке шақыру халықаралық деңгейдің әншілерінің құнына теңесіп қалады екен. Музыкалық топ шараларда $50.000 өнер көрсетеді. Бұл 22-де 9 миллион теңге деген сөз. Бұдан бөлек тұрмыстық техникалық рейдер бар. Махаббат туралы әндерімен тыңдарманның жүрегінен орын алған Аханның хиті жанды дауысты тыңдау үшін 5 миллион теңгемен рейдерін төлеуге дайын болыңыз. Жас орындаушы үздік стильмен ерекше білген Еңліктің топ, Шүкір, Есеп секілді хиттері кешіңізде орындалсын десеңіз, 3 миллион теңгеге дейін рейдердің шығынын бөлек қоса есептеңіз.